Сәлем достар. Біздерде бүгін жаңалық. Біз ойнап отқанда қарындасым бір ұлудың ішінде жұмыртқа бар екен қарады. Қазір біз фонарикпен қараймыз. Бұл ұлулардың қайсының ішінде жұмыртқа бар екенін табыңдар. 5 секунд береміз. 1, 2, 3, 4, 5. Сендер білесіңдер ме, білмейсіңдер ме, бірақ қазір біз қайсысы екенін көрсетеміз. Ол мынау. Короче, болдым. Негізі кейбір кезде ұлулар деген жұмыртқаланғанда кейбіреулері екеуі бірге, ал кейбір кезде тек біреуі ғана болады. Ал бізде осы сол біреуі. Міне, міне көрініп тұр ма, білмеймін. Әйтеуір өзімізге күшті көрініп тұр. Қазір дұрыс ашылу керек. Мына жерде жұмыртқаның үстіне басшы. Негізі біздің ұлулар 6 немесе 7 айлық ұлулар. Бірақ ұлулар 8 айында жұмыртқа таситын болды. Міне олар пенопластқа ұқсайды. Бұлар және макросъемка деген зат емес, жай телефонмен де қарауға болады. Біз бұларды өзіміз санап көрдік, бірақ білмейміз неше екенін. Бірақ біз санағанда 10 штук болды. Ұлулардың алғашқы туған 6 немесе 6-тан 10-ға шейінгі жұмыртқалардың ішінде ештеңе болмайды. Олар жай ғана дайындық. Ал енді екінші ұлуға қарап көрейік. Оған енді ат қою керек қой. Комментарияға өздерінің предположенияларыңды жазыңдар. Әйтеуір мынаның аты монстр да емес, Рассел да емес, әйтеуір. Білмепсе. Міне, бұдан да бар болып шықса күшті болатын еді. Әлде бұда кешірек шыға ма? Міне ол ашылды. Біз басында сенген жоқпыз, бізде ұлуда жұмыртқа бар екен. Сосын ютубтан біз іздеп көрдік. Оны ұлуда жұмыртқа бар екен қалай білу керек еді. Міне осы суреттерге қараңдар. Міне, бізде де дәл сондай болып тұр. Ашылшы. Быстро открывайся. О, ашылды. Міне бізде де дәл сондай жұмыртқалар. Тез, күшті болып тұр. Ол бас. О май гад. Макросъемкамен түсіріп едік, міне қараңдар, бірақ дірілдеп тұр. Бірақ сонда да күшті. Ішіне кіріп баратын сияқты жұмыртқаны басшы. И басып алшы. Міне короче. Міне прям жұмыртқаны ұстап тұрған сияқты. О май гад, бисмилля. Мына тисің қарашы қалай ашылып тұр. Қатты. О май гад, шын өмірде вообще күшті көрінеді. Шын өмірде көбірек қой прям деген. Қазір басшы жұмыртқасын. Бұл камерада дұрыс көрінбейді. Жағынан көрсетеді. Бәрі дұрыс көрінеді. Надо тек үшеу. О, міне. Міне. Свет жаққасын аз болып көрінеді. Міне достар. Осылай. Басшы. Фонарикті жағып көрсеңдер күшті. Міне фонарикпен мына жеріне жағу керек. Мына жеріне жақсаң тек үшеу сияқты. Ал мына жеріне жақсаң міне күшті көп жұмыртқа. Фотошоп сияқты. Басшы тез. Сонда қуған сайын бас отыр. Май гад, достар. Біз бұлай қараған жоқпыз, мама. Көрсетейік. Біз анамызға көрсетіп керек қазір. Міне біз қатты қуаныштымыз. Міне. Сары. Мына телефонда ғой сары. Мынада да сары болып тұр. Шын өмірде де сары күшті. Ой, күшті. Қатты күшті емес бірақ. Тыныш.